Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Жанпаатова Сайора, Еуразия технологиялық колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінің оқытушысымын. Бүгін біз қазақ тілі сабағынан ақпараттық коммуникациялық жаһандану және сөз жасамның лексика-семантикалық тәсіліне тоқталамыз. Ең алдымен өткен тақырыпты қайталайық. Біз өткен сабақта сөз жасамның аналитикалық тәсілі туралы өттік. Сонымен сөз жасамның аналитикалық тәсілі дегеніміз не? Және оған мысалдар келтіріңіздер. Жарайсыздар. Ал енді сіздерге берілген өлеңді рөлге бөліп оқып көріңіздер. Мұқағали Мақатаевтың «Махаббат диалогы». Ал енді бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың мақсаты көпшілікке арналған дәрістің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық ерекшелігін талдау. Сонымен қатар сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу. Сіздерге миға шабуыл әдісі арқылы сұрақтар қояйын. Бірінші, адамзат тұрмысындағы көптеген үрдістердің компьютерлендірілуіне қалай қарайсыздар? Жақсы. Екінші сұрақ, 21 ғасыр қоғамының қалыптасуына қандай маңызды факторлар әсер етеді? Жақсы. Ал енді үшінші сұрақ, жастар жаһандану үрдісінде өз үлесін қоса алады ма? Керемет. Ал енді төртінші сұрақ, қандай мамандық иелері жаһандық мәселелерді шешуге атсалыса алады деп ойлайсыздар? Жарайсыздар, құрметті студенттер. Енді мәтінді оқып, мәтіннің тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшеліктерін талдаңыздар. Мәтін ақпараттық коммуникациялық жаһандануға арналады. Әлемде болып жатқан кең ауқымды қайта құрулар ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуымен тығыз байланысты. Ғаламдық ақпарат, ақпараттық коммуникациялық технологиялар 21 ғасыр қоғамының қалыптасуына әсер ететін ең маңызды факторлардың бірі. Ақпараттық дамудың жаһандық жүйесі қазіргі заманғы интеграциялық процестердің ішіндегі аса ықпалдысы. Оған коммуникациялық мүмкіндіктерді дамыту және ғарыштық кеңістікті ақпарат беру үшін пайдалану, жаһандық ақпарат желілерінің пайда болуы және тез қарқынмен дамуы, адамзат тұрмысындағы көптеген үрдістердің компьютерлендірілуі жатады. Сонымен қатар, келешекте ақпараттық коммуникациялық кешендердің көмегімен екі бағыттағы ғарыштық жүйені дамыту, бизнесті, өндірісті, үй шаруасын басқарудың біртұтас жүйесін құру, өмір сүру үрдістерінің мейлінше үлкен бөлігін компьютерлендіру мен роботтау жүреді. Олай болса, компьютерлік технологиялардың ғаламдық ақпараттық кеңістіктегі қалыптастыруда, ақпараттық қоғамды дамытуда маңызы зор екен. Жақсы. Ал енді сөз жасамның лексика-семантикалық тәсілі. Лексика-семантикалық тәсіл арқылы сөздің жаңа мағынаға көшуіне байланысты сөз бір сөз табынан екінші бір сөз табына ауысады. Оны ғылымда конверсия деп атайды. Естеріңізде сақтаңыздар. Конверсия жолымен жаңа сөздің жасалуы өте көп тараған тәсіл. Мысалы, зат есімге заттану арқылы көшкен сөздер өте көп. Бүлдірген, ағарған, қорған, қамал, айтыс, қоршау, ақ, асар, жетісі, екпін, жасау сияқты сөздер заттану арқылы зат есімге көшкен сөздер. Лексика-семантикалық тәсілде сөз ешбір тілдік бірліктің көмегінсіз, дыбыстық құрамын сақтай отырып, мағынасы өзгеріп, басқа бір сөз табына көшеді. Мысалы, қорған, айтыс, жарыс, бірге, біреу. Бұл сөздердің тілде дәл осы тұлғада, дәл осы құрамда басқа мағыналары бар, және ол мағыналар алғашқы негізгі мағынаға жатады. Мысалы, қорған, айтыс, жарыс, етістік
қимыл іс-әрекетті білдіріп етістік болады. Ал бірге, біреу сандық ұғымды білдіріп сан есім болады. Ғылым салаларында лексика-семантикалық тәсіл арқылы терминдер көп жасалған. Мысалы, тіл білімінде сөз, буын сияқты терминдер қолданса, экономика ғылымында күн, нарық, ал әдебиет ғылымында теңеу, суреттеу, физикада қимыл қозғалыс, математикада үш-бұрыш, көбейту, қосу, алу сияқты терминдер жасалған. Сонымен, лексика-семантикалық тәсілде сөздің құрамы, тұлғасы ешбір өзгеріске түспейді, өзгеріс тек сөздің мағынасында ғана болады. Сөз дыбыстық, морфемдік құрамын сақтай отырып, тілдегі бұрынғы қолданылып жүрген мағынасының үстіне жаңадан мағынасында да қолданыла бастайды. Сөздің мағынасында ғана өзгеріс болғандықтан, бұл тәсіл лексика-семантикалық тәсіл деп аталады. Мысалы, ақ. Қазақ тілінде ақ сөзі бар. Оның бастапқы мағынасы ақ жіп, ақ сүт деп түсті білдіреді. Ал екінші бір мағынасы ағу, яғни көктем келді, жылғалардан су ақты деп етістікті білдіреді екен. Келесі бір мағынасы жаңа мағына. Сүттен жасалатын тағамдардың атауы сүт, айран, қымыз, шұбат сияқты тағамдардың жалпы атауы ақ деп аталады. Бұл ақ сөзінің жаңа мағынасы. Мысалы, Ұлжанның күз уақытында Зере мен балаларға әзірлеп отыратын ағы осы болатын. Яғни бұл жерде сүт, айран, қымыз сияқты тағамдарды білдіріп тұр. Келесі ақ, адал адам мағынасын білдіреді. Мысалы, ақ жүрген адам азбас. Келесі ақ, ол ақиқат, шындық мағынасында білдіреді. Мысалы, жұмыр басты пендеге өлім ақ. Сонымен, үйге тапсырма. Лексика-семантикалық тәсілмен жасалған сөздер қатысқан 5 сөйлем жазып дайындап келіңіздер. Ал енді сабағымызға білім қоржыны тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Егер сіздер сабақтан өте жақсы түсінген тақырыптарыңыз болса, қызыл қоржынға жазып салыңыздар. Орташа, яғни жақсы түсінсеңіздер, оны көк қоржынға салыңыздар. Тақырып бойынша әлі де ізденуіңіз керек нәрсені сары қоржынға салыңыздар. Сонымен, құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.